10-шы дәрісіміз тақырыбы Шәңгерей Бөкеев, Әріп Тәңірбергенұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мұхамеджан Сералин шығармашылығы. Дәрісіміздің мақсаты ағартушы демократтық бағыттағы ақын жазушылар Шәңгерей Бөкеев, Әріп Тәңірбергенұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы және Мұхамеджан Сералиннің өмірі мен шығармашылығына тоқталу. 20 ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиетінің мазмұндық тақырыптық идеялық ерекшеліктерін зерделеу, өзіндік тұжырым жасау, талдаулары жасау. Дәрісіміздің жоспары Шәңгерей Бөкеев пен Әріп Тәңірбергенұлының шығармашылық өмірбаяны, Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармашылығының философиялық сипаты, Мұхамеджан Сералиннің шығармашылығы. Шәңгерей Бөкеевтің өмірі ескі заманда аңсау, ғылым, білім, махаббат, достық, саясатшылдық, табиғат құбылыстарын жырлау, өз өмірі туралы жазған мынандай өлеңдері бар екен. Ағасың ақылың артық, бір күнде жас көңілім, құйрық атып құпия, қос аяқ, өмірдің өтуі, алдаушы жалған деген өлеңдері. Бөкеевтің жігіттің болса жақсы алған жары, адамнан артық ажар, ақыл айлаң, қат шекеге, ұршық деген өлеңдері махаббат сүйіспеншілік тақырыбына арналған лирикалық шығармалар. Бөкеевтің өзіндік ерекшелігі мен шеберлігі қарапайым ғана, ешкім көңіл аудара бермейтін дала жәндігін, қос аяқты суреттеуі. Орыс тілін жақсы білген Бөкеев Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев, Фет шығармаларын сүйіп оқыған және кейбір шығармаларын қазақшаға аударған. Лермонтовты ерекше ұнатып оқыған. Ақын оның Қашқын деген поэмасын қазақшаға аударған. Поэманың идеясы ел мен жерді қорғау, ел жандылыққа үндеу. Қашқын орыс тілінен қазақ тіліне поэма аударудың алғашқы тәжірибесі болып саналады. Әріп Тәңірбергенұлының реалистік бағыттағы өлеңдерінің негізгі күші өз қоғамдағы әлеуметтік теңсіздікті айқын сезінген ақынның соларды жалтармай әшкерлеп беруінде. Ақын қоғам кемшілігін ең алдымен жеке адам бойындағы жағымсыз қасиеттерден іздейді. Ақынның шығыстық сюжетке құрылған қиса дастандары Қожа Қафан, Қиса Тахир, Қиса Сияда Шахмұрат, Қиса Бахрам, Қазан қаласының әртүрлі басылымдарында жаңғыра басылып отырды. Негізінен ақынның көзі тірісінде баспа бетін көрген туындылары осыларған екен. 1959 жылы 20 ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің 14-ші хрестоматиясында Әріптің қалың мал туралы, Тәңірбек болысқа, кәрілікке, өлерінде айтқаны деген өлеңдері енгізсе, 60 жылғы 20 ғасыр басындағы шыққан қазақ әдебиетінің шығармаларында ақынның 20 шақты өлеңі басылады. Шәкәрім Құдайбердіұлы қазақтың ұлы данышпан ойшылы. Қазақ философиясында ар, ұят, ынсап, қайғы мәселелерін философиялық логикада тұңғыш рет қарастырған ойшыл деп айтамыз. Өз философиясында ақыл, ой, жыдан мәселелерін анықтаған. Шәкәрім өз философиясында дүниені танушы, адамды адамдық негізге жетелейтін ең негізгі қасиеті ретінде ақыл ойды айтады. Оның дүние танымы көбіне мораль философиясына жақын. Шәкәрімнің дүние танымы көбіне мораль философиясымен, ар іліммен ұштасып жатады. Басыңның бағы үшін деген өлең жолдары арқылы Шәкәрім Құдайбердіұлы ұлт руханиятына терең ой тастап, болашақ ұрпаққа философиялық бағдар көрсетеді. Бұл ақынның ғана емес, халықтың атынан айтылған ұлы аманат еді. Алаш мұратына адал ойшыл, дала философы атанған Шәкәрім шығармашылығына үңілген сайын оның адам болмысына, ұлтқа деген сүйіспеншілігін, ар мен ұятқа, ақыл мен еңбекке негізделген дүние танымын танып, таң қалып отырасың. Мұхамеджан Сералин орысша сауат ашу мен білім беру ісіне жүзеге асыруда алдына мақсат қояды. Қазақ балалар үшін мектептер мен училищелерді ашуды ол қазақ зиялыларының борышы деп біледі.
Ол қазақ халқының ауызша шығармашылығын оқиды. Орыс, татар, парсы тілдерін меңгере отырып, өзі де өлең жазады. Мұхамеджан Сералиннің тұңғыш поэмасы Гүлқашима. Ол 1903 жылы Орынборда басылып шығады. Поэма ескі салт дәстүрдің құрбанына айналған қазақтың қыз жігіттерінің қайғылы махаббаттарына арналады. Мұхамеджан Сералиннің журналистік қызметті екі дәуірге публицистикалық шығармалары екі топқа бөліп қарастырсақ болады. Біріншісі ол Октябрь социалистік революциясынан бұрынғы журналистік қызметі, Айқап журналында басылған мақалалары болса, екіншісі ол Октябрь социалистік революциясынан кейінгі журналистік қызметі деп бөліп қараймыз. Ұшқын, Еңбекші қазақ, Ауыл газеттерінде басылған мақалалары Айқап журналында Мұхамеджан Сералиннің ірілі уақты 40-тан аса мақаласы басылғандығын дәлелдейді. Бұл мақалалардың көпшілігі сол заманғы қазақ халқының саяси шаруашылық, мәдени халі мен болашағы туралы жазылған дүниелер еді. Мұхамеджан Сералиннің публицистикалық еңбектері стилінің ерекшелігі, мақалаларының көбіне саралап, арнайы тақырып қоймай, көбін күнделік хат сияқты етіп жазуында. Жерін, айын, жылын тақырып етіп қойып, мысалы Шахар Тройский февраль 11 жылы деген сияқты ат қойып жазғандары да бар. Бір қатарын басқарушыдан, оқушыларға, сұрауларға жауап деген сияқты бірыңғай ұқсас аттар қойып жазып отырған.